менің айтпағым ең бастысы осы подкаст бір әйел болсын, 10 әйел болсын, пайдалы болса екен деп ойлаймын. Айына 10-11 әйел зорлық-зомбылық құрбандары медициналық көмекке жүгінеді бізде қабылдау бөліміне. Сондықтан осындайда астарлы проблемалармен келеді и біздің қатысуымызбен сол мәселенің бәрін бір мезетте шешіп алғысы келеді. Кейбір кезде осы полиция қызметкерлеріне әкелгеннің өзінде де өмір сүргім келмейді, балаларды тастаймын, балаларды шығарып жіберем деген біздің қыз-келіншектер де болды. Таяқ жейді, бірақ жақсы көреді деген нәрсе ол дұрыс па? Ол негізі көбінесе ер адамдарда мына кішкентай кезінде өгей әкеден, немесе өгей шешеден, немесе ағасынан бір зорлық-зомбылық көріп өседі. Енді егер әйел кісі менен ер кісі бір-бірімен қырылысып, төбелесіп жүргенде, әрине қайдан сапалы білім болады балаларда. Жағдай барлығы жақсы, бірақ жаңағы ұрып соққан кезде, мазақ еткен кезде ер адам сол өзі бір рахаттанғандай болады дейді. Жалғашты колониясында 620 әйелдің 210-ы статистика бойынша өзінің күйеулерін өлтірген. Мына жастарымызды, бала-шағаларымызды дұрыс тәрбиелеу керек. Зорлық-зомбылық көрсетпей өсіру керек. Өйткені отбасында көрген зорлық-зомбылықты ол қайталауы мүмкін. Егер шаңырағымыз берік, түтініміз түзу, балаларымыздың жүзі жарқын, жоғары болсын десе, әйелдер өзінің ішіндегісін айтуға қорықпау керек. Ой, молодцы, менің жігіттерім қандай. Ой, рахмет. Ой, рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің оқырмандарымыз. Бүгін бізде ерекше подкаст. Бүгін біз мерекенің алдында тек қана әйелдер жиналып алып, өзіміз әйелдерге қатысты пайдалы болатын бір жақсы әңгіме өрбітейін деп отырмыз. Ең алдымен танысып алайық, е? Сәлеметсіздер ме, құрметті қауым. Мен есімім Мадина Маратқызы. Мен отбасын қолдау орталығының директорымын Қарасай ауданы бойынша. Қайырлы күн, есімім Дана Бектұрғанқызы. Қарасай клиникалық көпбейінді орталық ауруханасының медико-социалдық және психологиялық қызмет бөлімінің басшысымын. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Раушан Кондыковна Алпысбаева. Алматы облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында қарасты тұрмыста зорлық-зомбылық құрбандарының орталығының директоры боламын. Эльмира Өмірзаққызы Есенбаева, Қарасай аудандық полиция басқармасының жергілікті полиция қызметі бөлімі отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес бөлімшесінің бастығымын. Қайырлы күн баршаңызға. Қарасай клиникалық көпбейінді аудандық ауруханасының жастар денсаулық орталығының психологы Сұлтанғалиева Сәуле Төребекова. Өте жақсы. Біздің енді бүгінгі жиналған мақсатымыз қазіргі таңда өкінішке орай қоғамда тұрмыстық зорлық-зомбылық әлі де өршіп тұр, оны түбегейлі жойдық деп немесе жоқ деп айта алмаймыз. Енді біз осы бүгінгі жиналып отырған мақсатымыз көп адамдар ойлауы мүмкін тұрмыстық зорлық-зомбылық бар, әйелдер зардап шегіп жатыр деп. Бірақ осы тұрмыстық зорлық-зомбылықты алдын алуға бағытталған жұмыстар да қатар жүріп жатқандығын көп біздің нәзік жанды аруларымыз біле бермеуі мүмкін. Сол осы мақсатта бүгін біз енді жалпы қазір қоғамда психолог, коучтар жетеді ғой, біз сізде жаңағы сен осындай бол, сенен сақтау үшін сүйт, бүйт деп ақыл беретін психологтар біз сізде жетеді. Біз бүгін нақты проблема не себептен пайда болады және оның алдын алу үшін не істеуіміз керек, қазір біздің қоғамда қандай осы бағытта дерт бар, соны талқыласақ деп ойлап отырмын. Сіздер соған келісесіздер ме? Әрине. Осы дұрыс болады, ендеше енді алдымен осы сөздің кезегін біздің Дана Бектұрғанова сізден бастасақ, жалпы сіз біздің Қарасай ауданында әсіресе әйел адамдармен, жалпы қоғаммен көп байланыс жасайтын аурухана тарапынан келіп отырсыз ғой. Сіздің ауруханада арнайы бөлім бар, орталық бар. Жалпы сіздерге мына статистикадан бастайықшы. Мен біз осы сұхбатқа дайындық барысында кішкене сөйлесіп қалдық.
статистикалар әлі де адам шошырлық, негізі жүректі ауыртатын статистикалар бар екен. Сол және тоқталып өтсеңіз, иә, апта сайын қанша әйел тұрмыстық зорлық зомбылықтан зардап шегіп сіздерге барып көмек сұрайды, және жалпы енді осы бағытта айтып берсеңіз. Енді орташа есеппен 2024 жылғы статистикалық мәліметке сүйенетін болсақ, айына 10-11 әйел зорлық зомбылық құрбандары медициналық көмекке жүгінеді бізде қабылдау бөліміне. Әрине олар әртүрлі жағдайда зорлық құрбандарына шалдығып жатады, отбасындағы зорлық, немесе қоғамдық орындарда. Енді басым көпшілігі өзінің отбасында ең жақын деген жарынан, ағасынан, немесе туған туысқандарының тарапынан зорлық зомбылық құрбандары болып жатады. Бізде осыдан бірнеше ай бұрын бір кейс болды. 33 жастағы келіншек өзінің күйеуі тарапынан зорлық зомбылыққа ұшырағанын және көмек керек екенін айтты. Ол келіншектің 2 баласы болды, кәмелетке толмаған. Енді маман ретінде мен өзім жеке сөйлестім, және бұл жерде енді тұрмыстық зорлық зомбылықтан гөрі экономикалық зорлық зомбылық фактісі тіркелгенін жақсы түсіндім. Сөйтіп осы жолдасымен де байланыс орнату керектігін алға тарта отырып, отбасын қолдау орталығына келуді ұсындым. Өзім әрине сол орталыққа бірге бардым, ол әйелмен бірге барып, сол жерге жолдасын шақырдық, және осы жерде бізде отбасын қолдау орталығы көмек көрсетті. Маған мына жерде мына сұрақ қызық болып тұрды. Жаңағы таяқ жейді, бірақ жақсы көреді деген нәрсе ол дұрыс па? Ол негізі психологиялық тұрғыда дұрыс нәрсе ма? Жоқ, Клара, бұл жерде тағы да бір астары бар мәселенің. Қыздың мысалы өгей мысалы анасы бар. Әкесі әртүрлі жағдай. Сосын қыздың барар жері жоқ. Ол енді ол семьяға үйреністі, шарасыздық. Ол жерде тағы да 3 бала тұр. 3 баласын әкесінен айырғысы келмейді. Жолдасының өзіне қарым-қатынасын білет, жақсы көретінін білет, оның жақсы адам екенін білет, айырылғысы келмейді. Бірақ бұл жерде тағы да материалдық жағдайда бар мысалы. Бөлек үй алып атқан сондай мәселенің үстіне түстік та біз сол моментте сондай болады. Сол үй бұл қыздың атымызға аударып берсе деді, бірақ өкінішке орай енесінің атына аударылған ол үй. Содан кейін ол қыз болашағын көрмей тұр ол жерде. Ол үй менікі бола ма? Өйткені оған салған өздерінің үлесі бар. Не то, что үлесі өздері жинаған сол үйге. Сондықтан осындайда астарлы проблемалармен келеді, и біздің қатысуымызбен сол мәселенің бәрін бір мезетте шешіп алғысы келеді. Міне біздің бүгінгі подкастымыздың мақсаты осы ғой. Енді біз журналист ретінде біз білеміз да, что біздің ауданда осындай орталықтар бар. Эльмира Өмірзақовна жұмыс істеп жатыр, Дана Бектұрғанова жұмыс істеп жатыр, Мадина Маратовна жұмыс істеп жатыр. Бірақ именно сіздердің осы көмектеріңізге мұқтаж көп адамдар осы сіздерде бар екендеріңізді білмеуі мүмкін. Біздің бүгінгі подкастымыздың мақсаты осы. Осы подкастты көрген бір әйел болсын, 5 әйел болсын, өзіне бір пайдалы ақпарат алса дейміз. Енді осы жерде басқа қонақтарымыз отырып қалмас үшін қазір дағдарыс орталығының жұмысы өзіме қызық. Енді мен барып көрмегеннен кейін әлі ол жерді сіздер жалпы қабылдадыңыздар. Дағдарыс орталығына келген әйелдердің өмірі до и после қалай өзгереді, мысалы оған дейін және кейін сіздер қандай қолдау көрсетесіздер, және бір-екі кейс айтсаңыз, мысалы осындай жағдайда келген әйел сіздердің дағдарыс орталығыңыздың көмегін алғаннан кейін қазір осылай өмір сүріп жатыр деген сияқты кейстер болса бізге тіптен жақсы болатын еді. Мен енді отбасылармен қалай жұмыс істеуден бұрын өзіміздің орталық туралы айтып кетейін. Біздің орталық Алматы облысы бойынша бір ғана орталық Қонаев қаласында орналасқан, 50 орынға арналған орын. Бізде Алматы облысы бойынша 9 аудан 2 қала бар. Сол 9 аудан 2 қаладан бізге полиция қызметкерлерімен әкелінеді. Біздің өзіміздің ережеміз бар.
бекітілген мемлекеттік мекеме болғандықтан, сосын өзіміздің стандартымыз бар. Стандарттарға сәйкес жұмыс істелінеді. Бізге полиция қызметкерлері жаңа Эльмира Өмірзақова айтып кетті ғой, өзінің баянаты менен өздерінің жаңағы қабылдаған шараларымен бізге әкеліп береді. Бізге әкеліп бергеннен кейін біздің орталықта өзіміз әр отбасына қалай жұмыс істеу жоспары жасалынады. Жаңа Мадина Маратовна айтып кеткендей, бізде бір ерекшелігі кең көлемде жасалынады. Бізде мамандар ең бірінші отбасына келгеннен кейін бізде әлеуметтік қызметкер жұмыс істейді, қабылдау жұмысын жүргізеді. Содан кейін бізде дәрігерлік көмек көрсету, егер де жарақат алып келсе, или қандай да бір жаңағы денсаулығына байланысты бір мәселе болса, сол дәрігерге бірінші дәрігерлік көмек көрсетіледі. Үшінші, бізде психологтар жұмыс істейді. Неге десеңіз, ол отбасы әкелінген кезде оның психологиялық жағдайы бізде ең бірінші сол ескеріледі. Кейбір кезде осы полиция қызметкерлеріне әкелгеннің өзінде де өмір сүргім келмейді, балаларды тастаймын, балаларды шығарып жіберем деген біздің қыз-келіншектер де болды. Олармен әрине біз сол күннен бастап 3 күнге дейін біз оларға мазасын алмаймыз. Ол өзімізде бекітілген ереже. Өзіне өзі келу керек. Сондықтан біз 3 күнге дейін уақыт береміз, жан-жағына қарап, бізде ол отбасынан басқа да отбасылар әртүрлі жағдаймен жатқандар бар, соларды көріп, олар өздеріне өздері келеді. 3 күннен кейін сол біздің заңгер экономикалық жағынан проблемасы болса сонымен жұмыс істейді. Әлеуметтік қызметкер, психолог, сосын еңбек терапиясы деген бар бізде. Солар жұмыс істейді. Оларды әйтеуір өзіне өзі келтіруге тырысады. Бізде енді бір күннен 6 айға дейін дейміз ғой. 6 айға дейін болатын себебі кейбір отбасылар болады, өте ауыр жағдайда келеді. Оларды отбасын сақтап қалу мүмкіндігі болмай тұрады. Сондықтан біз оларды әрине жаңа енді менен бұрында айтып кетті Мадина Маратқызы, Дана Бектұрғановна айтып кетті, білім сіздік жетпейді, сауат жетпейді, өз құқығын білмегеннен бұрын мектеп бітіргеннен кейін ешқандай мамандық алмайды. Оны бір қандай да бір жұмысқа тұрғызайын десең, или болмаса бір қандай да бір неге тіркейін десең, білімі жоқ. Сондықтан біздің өзіміздің ережемізде де қарастырылған, біздің орталықта 6 айға дейін дейтін себебі де сол, біз қысқа мерзімді оқытып алуға құқығымыз бар мемлекет тарапынан. Жалпы жаңағы сіздердікі бір жағынан жаңағы балық бермей қармақ берген сияқты болып. Иә, балық бермей қармақ. Болашақта ол біздің орталықтан шығып кеткен кезде ол бір бағытпен кету керек. Ары қарай өмір сүрем. Ол неге десеңіз, ол жалғыз өзі емес, өзімен бірге балаларды алып келіп отыр. Сол балаларды өсіріп жеткізу үшін не керек? Табыс табу керек, жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу үшін не керек? Білім керек. Сондықтан біз сол қысқа мерзімді оқуын оқытуға сол 6 айдың ішінде не болмаса, біз енді өзімізде штаттық кестеде жеңіл-желпі жұмыстар бар. Соны енді өзіміздің Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалы басқармасы бар ғой. Сол басқарманың рұқсатыменен мендегі жеңіл-желпі жұмыстарға сол бізге әлеуметтік көмек алушыларды жұмысқа тұрғызуға рұқсат алып қойғанбыз. Мен оларды келген күннен бастап өзіміздің мамандарға тапсырамын. Содан кейін әрқайсысы қандай неге бейімі бар, сол бойынша жұмысқа орналастырамыз. Біздің өзінің орталықтың ішінде бүгінгі күні 5 әлеуметтік көмек алушы жұмыс істеп отыр. Ол неге дейсіз ғой, ол мысалы үйде отырып жұмыс істемей, ешкімге керегі жоқ деп ойлап жүрген адам бізге келіп жұмыс істеп бірінші айлығын алған кезде мына жерде психологиялық
жаңағы не болады, өзгеріс болады. Оны бір айдан кейін сіз танымай қалуыңыз мүмкін. Ол өзі де құлпырып шығады. Өзі де құлпырып шығады, айналасындағы балалар да жақсы. Бірінші күнменен біз мына бір айдан кейінгіні салыстырамыз. Біздің орталықтың ерекшелігі сол. Бірінші күн күннен бастап біз сол бір айға дейінгі өзгерістіктерді қадағалап отырамыз. Сосын бір айдан кейін біз ол отбасыменен түбегейлі жұмыс істеуді бастаймыз. Енді отбасын сақтап қалуға қандай мүмкіншіліктер бар? Егер мына жерде мүмкіншілікті көріп отырсақ, онда біз екінші тараппен жұмыс істейміз. Значит, ер азаматпенен. Ер азаматқа шыққан кезімізде ер азамат та білімсіз болып шығады. Сонда отбасындағы мына дау жанжал неден туады? Жаңа Дана тұрған кеткендей экономикалық, білімсіздік, жұмыссыздық, бәрі осындай алып келеді. Жетіспеушілік. Бірақ бұл жерде біздің орталықтың, біздің мемлекет қаражатын, түгел мемлекеттен қаражат бөлініп отыр ғой біздің орталыққа. Сондықтан бұл жерде балалар бар. Біз балалардың мәселесін сол жерде ең бірінші неге қоямыз орынға. Неге десеңіз, екі ересек адамның мына дау жанжалынан мына балалар көбіне зардап шегеді. Балалардың зардап шеккендігін көре отырып, біз балалармен бөлек жұмыс істедік. Бізде педагогтар бар. Педагог, тәрбиешілер бар. Педагог, тәрбиешілерге балалар, содан кейін сол жерде бізде меморандумға отырғанбыз білім бөлімі басқармасыменен, сондықтан мектепке апарылады. Дағдарыс орталығында болса да, ол білімді үзбейді. Сосын бізде культ организатор дейді, енді мына қазақша мәдени іс-шаралар. Мәдени іс-шараларды жүргізетін бізде маманымыз бар. Сол мәдени іс-шараларменен балалардың да жаңағы осындай психологиялық тығырықтан шығаруға тырысамыз. Оларды жаңағы киноға апару, паркке, олар ешқайда шықпаған, мысалы, олар да кәдімгі басылып қалған, көзі ашылады. Біз жан-жақты жұмыс істейміз. Біздің облыстық орталықтағы ерекшелігі аудандар енді өз ауданында жұмыс істейді, өзінің азаматтарыменен. Бізде бүкіл облыстан жиналған нелерменен жұмыс істелінеді. Осы кешіріңіз, сөзіңізді бөліп осы жерде бір сұрақ қояйыншы. Мысалы, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, 50 орынға арналған деп. Сол 50 орын жеткілікті ма? Әлде сіздерге қазір аздық етіп жатыр? Жоқ, біз енді 50 сұрап отырған келушілер көп па, әлде? Бізде былай ғой, кейбір бізде 2023 жылдың наурыз айында біз ресми түрде ашылдық. Содан бергі біз бүгінгі күнге дейін 560 әлеуметтік көмек алушы болыпты біздің орталықта. Ол деген 2 жылдың ішінде? 2 жылдың ішінде, ол бізде білесіз бе, ол бір айдан 6 айға дегенменен кейбір отбасылар болады, тез есін жияды. 2 айдан кейін жоқ, 2 айдан кейін мысалы түсінеді, басқа отбасыларын көреді, өзінің отбасының жағдайын салыстырады. Сол кезде олар уже ойлана бастайды. Менің мынаған қарағанда өмірім шүкір екен ғой. Қой, бала шағама барайын. Шүкіршілік жасайды. Біздің менталитет оған көмектесетін. Біздің қазақшылығымыз, қазақи тәрбиеміз, ауылда өскендігіміз, олар 1-2 айдан кейін сол есіне түседі. Шындық негізі айтады ғой, ақиқат жаңа салыстырудан айқындалады. Иә. Сол кезде мысалы келді, ол өзінен де төмен адамды көріп, неге десеңіз, кішкене бір керісінше өмірге деген құлшыныс. Неге десеңіз, бізде психолог мамандары деп отырмын ғой, ең бірінші сол психолог мамандар жұмыс істеу керек оларменен. Солар көзін жеткізу керек. Қорқынышты мысалы жеңдіру керек соларға. Сенбейді. Сол сенімге кіру үшін біздің мамандар жұмыс істейді. Сол мынандай жағдайлар бар ма? Мысалы, келді, жаңағы қиын жағдай болды, Елмира Өмірзақтың алды да сіздерге түкір басқа ешқандай көмек көрсете алмағаннан кейін сіздерге апарғаннан кейін ол
қайтадан біраз уақыт, бір 10 күн немесе бір айдан кейін қайтадан сол өзінің күйеуіне барғысы келетін, қайтадан өзінің семьясына 3 күннен кейін барғысы келеді. 3 күннен кейін уже кеткісі келеді. Иә. Сіздер жібере саласыздар, иә? Жібере салғанда бізде тағы да өзі арыз жазып тұрса, әлеуметтік көмек алушы, біз оны жібермеуге құқығымыз жоқ. Өзі арыз жаса, мен осылай балаларымды алып, жауапкершілікті ата-ана болып бірге шешетін болдық. Мен жолдасыма қайтадан барам дейді. Одан кейін ол сол кетіп қалды. Одан кейін қайтадан жаңағы үйдегі жағдай болғаннан кейін ол қайтадан сіздерге келуі мүмкін ба? Әрине, рецидив, иә. Жоқ, бірнеше рет кетіп қалып, бар ондай кейстеріміз бар. бірнеше рет кетіп қалып қайтып келді деген енді біздің орталықта ондай болған жоқ. Бір 3 отбасы болды облыс бойынша. Біздің енді мамандардың қаншалықты мықты жұмыс істейтін, оның нәтижесін біз содан да көре аламыз. Бір жағынан жаңағы Алтай дейді ғой, сол Алтайды негізі сол жерде өткізгенде дұрыс шығар, иә, өйткені әйел енді қаншалықты және на расстоянии дейміз ғой, арақашықтықта Ол сол татуласты, сөйлесті, енді барғысы келіп тұр, бірақ негізі сол жерде қалып, сол білімін жетілдіріп, анау уақыт өткен сайын мүмкін бір-бірінің қадірін түсініп дегендей, может, сол Алтай біз енді, мен енді сізге бір кейс мысалға келтірейін. Біздің орталығымызда 10 ай болды бір отбасы. 10 ай. 6 ай бізде жоқ, мүмкіндік болғанда, ол қандай жағдайда болды. Біріншіден оның бір сондай бір ауыр жағдаймен келді бізде Ақжолтай. Бізге келгенге, ең бірінші түскен кезде сол полиция қызметкерімен әкелді, әрине. Ол кісінің аяғы ауыр болатын. 5 айдан кейін ол жолдасына қайттан қосыламын деп арыз жазды, отбасына кетті, бірақ біз білдік ол қайтып келетін. Неге десеңіз, екінші тараппен де біз жұмыс істеп үлгердік 5 айда. Оның өзінің жолдасымен сөйлесіп, сол кезде енді көресің, иә, белгілі болды, психологиялық біз характеристика жасаймыз, сол кезде белгілі болды. Бірақ енді ол әйел адам төртінші баласын дүниеге әкелейін деп отырғандықтан, біз енді оған жоқ, барма деп айтуға құқығымыз жоқ. Ол барды. Бір айдан кейін, 1,5 айдан кейін өкінішке орай қайтып келді. Неге десеңіз, оның өміріне қауіп төнді. Сол ұрып-соғу? Ұрып-соғу емес, балтамен шауып өлтіру. Ол неге десеңіз, оның жолдасы 20 жыл жаңағы шегет дейді ғой. Нашақорлық деп айтады, шөп шегет екен. Оны өзім жеке даже, как басшы ретінде, өзім жеке де кездесіп ол жігітпен сөйлестім. Бірақ ол айтады, мен 20 жылдан бері осылай шегем, мен оны қоя алмаймын. Ол мен өзімнің жеке нем деп айтты. Сол отбасы екінші рет қайтып келгеннен кейін біз сол бірінші 5 айда жұмыс істеген бағытымыз бойынша қайтадан оны жұмысқа тұрғыздық өзімізге. Содан кейін біздің орталықта босанып, оны өзіміз жаңағы қазақпыз ғой, кіндігін кесті, енді қырқынан шығардық өзіміздің дәстүр бойынша. Сол баланы 5 айға дейін, 7 айға дейін өсіріп бердік. Денсаулығын барлығын біз қадағалауға қойдық. Оны Мадина Маратовна өзіңіз білесіз, сіздің ауданға келді. Бізден шыққаннан кейін оны Мадина Маратовна қайтадан сол өзінің келген ауданына жібердік. Енді бұл жерде біздің стандартымызға сәйкес біз енді олардың тұру, сосын олардың қандай жағдаймен келгенін барлығы бізде құпия түрде. Ол айтылмау керек. Неге десеңіз, балалар бар. Балалар ертең өскен кезде жаңағы олардың достары болады, соларға кедергі жасайды, қандай да бір тағы да психологиялық бір неге ұшырайды деген мақсатпенен бізде ол айтылмайды. Қазір енді соның жағдайын айтайын. Сол ауданға барып, ол кісінің жоқ, әпкесі осы Қазақстанда тұрады, ол өзі Қырғызстан азаматы болатын. Бірақ сол нені 8 жылдан бері тұрған, отасқан, бірақ сол азаматтықты алып бермеген жолдасы. Бірақ
4-ші бала дүниеге келді. 4 бала дүниеге келіп тұр. 4-еу Тағы қыз. да сол өз құқығымызды білмей. Иә, енді ана қызға келіншекке келсек, 9 сыныптан кейін оқымаған. Тағы да өзінің құқығын. Тағы да құқығын білмей. Сондықтан айтор соны қазір енді біз өзіміздің орталықта оны барлық құқығын айттық, үйреттік. Қазір енді көп созып айтпай ақ қояйын. Бүгінгі күні сол өзінің келген ауданына барып азаматтықты алды. Балалардың барлығын мектепке орналастырды. Екеуі балабақша орналасты. Қазір сол өзінің кішкене бір бизнесін ашып, көрпе төсек тігу, осы біздің орталықта біз үйреттік. Көрпе төсек тігу жұмысын жүргізіп, өзінің отбасын жақсы табыстауып отыр. Яғни нәтиже бар. Енді бір қызығы, бұл басқа ауданнан келіп, Қарасайдан көмек алды екінші рет. Оны айту керекпіз. Өйткені миграцияға мен де сопровождениемен жүрдім. Мадина Маратовнаның юристі бар, мықты заңгері бар. Сол кісі екеуміз жүгіріп осы жерде документированиесіне, құжаттандыруға көмектестік. Ол өзінің алғашқы келген ауданына қайтан кетуге мәжбүр болды. Неге десеңіз, құжат сол жерде дұрыс жасалынбаған. Бірақ әріпке бола неше жыл жүр? Бір бола құжатын салмай қалды ғой. Біз 10 ай жүрдік, сол бірі қате кеткен, әріп қате кеткен. О жаққа тіркегенде солай жазылған. Біз Сосын осы жақтан оны Мына жақта мына нәрсені айту керек. Қараңыз, біз бағана айттық, егер біздің жаңағы ауданда біз барымыз бірлесе отырып бұл мәселені шеше алмасақ, ол кезде біз дағдарыс орталығына жібереміз, Содан кейін дағдарыс орталығынан шыққаннан кейін қайтадан ол отбасыны бізге жібереді. Яғни сүйемелдейді бізге, сөйтіп бізге жібереді, және біз тағы да 6 айдан 1 жылға дейін бұл семьяны бақылауда ұстаймыз. Ай сайын жаңағы выезд жасаймыз ол семьяға, жаңағы телефон шаламыз, видеозвонок жасаймыз, немесе үйіне барып келіп, қалай болып жатырсыздар, жолдасыңыз қалай? Егер ол қосылса, мысалға күйеуіменен, қалай жолдасыңыз жұмыс істеп жатыр ма? Мысалға біз білеміз, ол бұрында жолдасы ішіп жүрді. Жаңағы тағы да ішіп жатыр ма, жоқ қойды ма, жұмысқа орналасты ма, балалар қалай, балалардың денсаулығы қалай? Өйткені жаңағы олар дағдарыс орталығына барғанда балалардың білімі де төмен, балалардың денсаулығы да төмен. Оның бәрі сол жақта жаңағы ашылады. Енді егер әйел кісі менен ер кісі бір-бірімен қырылысып, төбелесіп жүргенде, әрине қайдан сапалы білім болады балаларда? Қайдан тәрбие болады? Қайдан денсаулық болады? Сол зорлық зомбылықты бойына сіңіріп өседі ғой, өзі де қатты. Әрине. Және де соларды мысалға саралай келсек, ары қарай, олардың да жаңағы мысалға мен талай әйелдермен сөйлесемін ғой. Сенің әке-шешең қалай тұрды? Сен қандай семьяда тәрбиелендің дегенде, ар жағында қарасақ, олар да өздері кезінде сондай тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбандары болған. Сондықтан біздің негізгі қазір барлығымыздың бір мақсатымыз осы жаңағы профилактикалық жұмыс жасау, жаңағы қайтадан біздің отбасылық құндылықтарды жаңарту. Не үшін? Келешектегі біздің өсіп жатқан мынау балапандарымыз, мысалға 10 жылдан кейін осы проблемалар азайсын, оның динамикасы түссін деген сол мақсатпен істеп жатырмыз. Сондықтан олардан шыққан отбасы бізге келеді. Бірақ кейбір кезде мынандай мәселе бар. Мысалға жарайды, біздің Қарасай ауданынан біз апардық жаңағы дағдарыс орталығына, Ал кейбір кезде дағдарыс орталығынан, мысалға Талғар ауданында тұратын, немесе Райымбек ауданында тұратын азаматшалар, олар өз отанына бармай, олар біздің ауданға келеді, миграция жасайды. Түсінесіз ба? Ол облыста, мен өте толықтырып кетейін, бұл жағдайда. Тағы да бізде әлеуметтік көмек алушы. Мен мына Қарасай ауданынан келдім, бірақ мен Қарасай ауданында тұра алмаймын. Мен мына Талғар ауданына барып тұрам десе, біз оған жоқ деп айта алмаймыз. Ол өзінің құқығы, неге десеңіз, ол осы Қазақстанның ішінде өз өмірі, ол өзі шешеді. Біздің мақсатымыз қолдау. Шынымен де жаңа облыстық орталық біз енді жаңа 50 адам жеткілікті ма, орын деп сұрақ қойдыңыз ғой, сол сұрағыңызға жауап бергім келіп отыр. Бізде облыс орталығы болғанменен, ол мысалы біздерде конвейер, бірі келіп, бірі кетіп жатыр. Сондықтан да жаңағы сіз 500-ден астам дегенге сіз оған бетіп қатты не қылмай таңғалмаңыз. Неге десеңіз, келіп 1 айдың ішінде, 2 айдың ішінде, 3 айдың ішінде мәселелерін шешіп, 3 күнде де кетіп қалады мәселелерін шешіп, олар біз мысалы мына аудандағы отбасын қолдау орталықтарының көп
көмегі біздің облыстық орталыққа бағыттаймыз. Сосын біз оларды көзден таса қылмаймыз. Біздің өзіміздің орталықтың ережесі бойынша, өзіміздің бекітілген стандарт бойынша әлеуметтік көмек алушы, егер мен сіздердің көмектеріңізге қажет етемін десе, біз 5 жылға дейін ол отбасын қадағалауға құқығымыз бар. Онда да әлеуметтік көмек алушы кетіп бара жатырғанда жазып кетеді арызының төменіне. Мен бұдан ары қарай да сіздердің көмектеріңізге мұқтажбын десе, онда біз оны қойып қоямыз да, қай ауданға кетті? Сол ауданнан біз ай сайын, 7 сайын ол отбасының жағдайын біліп тұрамыз. Неге десеңіз, бұл жерде тағы да балалар бар. Ол балалардың оқу мектебіне барып жүр, сабағына барып жүр ма, тамақтары беріліп тұр ма, киімдері қалай, аудандық әлеуметтік жаңағы көмек көрсеткенде пособиясы бар, пособиясы алынды ма, алынған жоқ па, олардың барлығы біздің орталыққа бір жерге мониторинг жасалынып, бір неге келіп тұрады. Бізде сосын соцпортал деген бар, соцпорталға тіркеліп отырады. Ол отбасын жоғалтып алмаймыз. Қазір Клара ханым, мен тағы да бағана бір нәрсені айтайын дегем. Мына жақта біз айттық қой, экономикалық зорлық, тұрмыстық зорлық тағы сол сияқты. Мына жақта тағы да бір қосатын жайт, енді ашық айтып отырмыз ғой бәрін. Сексуалды жағынан да зорлық бар. Мысалы, маған көп балалы ана келді былтыр, 4 баланың анасы. Өзіміздің енді қазақ келіншегіміз, жолдасы да қазақ мысалға, келді. Қандай проблема, не болып жатыр, не үшін ажырасайын деп жатыр, сол сразу айтты, мені дағдарыс орталығына жіберіңіз, мен мына жақта қала алмаймын, мені күйеуім іздейді, мен одан қорқамын, ол мені табады. Шынымен де солай болды, ол ақыры біздің де орталықты тауып, жаңағы күтіп тұрды, қашан шығады екен деп бізден. Сөйтсе, оның проблемасы осындай болды. Жолдасы Еркінен тыс. Жолдасы былай айтады. Мен жаңағы төсекте, жыныстық қарым-қатынаста екеуміздің ғана болғанын қаламаймын, жаңағы ортамызға тағы да бір ер кісіні қосайық. Сонда былайша айтқанда секс втроем дейді ғой. Мен соншалықты, мен енді неше түрлі проблеманы көріп жатырмыз ғой, бірақ өзіміздің мұсылманшылық жағынан ондайға жаңағы ұсыныс тастау, көп баланаға. Мен айттым, сен мынау 4 баланың жаңағы бәрі сенің жолдасынан ба деп сұрақ қойдым енді ашық. Иә, мен алғашқы жаңағы ер кісі, мен жаңағы тұрмысқа шықтым, 4 бала да соныкі. Сонда бұл кісі қоймайды екен, жоқ, мен қаламаймын. Ол ауру ма? Сондай жағдай болды. Ол психология, енді осы жерде психологтан Иә. Ол бұндай жағдайда, енді сіздерде осындай бұндай жағдай еместерге барған адамдар болды ма? Жалпы, енді бәріміз бірінші рет естіп шок болып отырмыз ма? Бізде практикада болды. Бұл енді жаңағы сіз естіп отырсыз ғой, бұл психолог ретінде сіз қандай пікір айтасыз? Бұл ауру ма, жаңағы осындай ұсыныс тастау деген өзінің енді психикалық ауытқушылық болуы мүмкін ер адам жағынан. Әрине енді әйел адам өзі шешеді оны. Ол көп отбасыда болатын жағдай деп ойлаймын, жаңа сіз айтқандай. негізі бар, бірақ оны айтуға ұялу. Әрине ұялады. Әрбір әйел айта алмайды. Кейбір әйелдер көніп жүретіндер де болады. Мысалы, көбінесе ер адам басқа әйелге кетіп қалуы да мүмкін. Өзінің әйелі соны орындамаса. Кейбіреу манипуляция жасап әйелдерін көндіретін ер адамдар да болады. Көбінесе енді. Әрине, бұл жағдайда әйел адамның өзінің таңдауы ғой. Жаңа айтып жатыр ғой, көбінесе материалдық жағдайға байланысты зорлық-зомбылық болып жатыр деп. Кейбір ер адамдар болады, достат жаңағы байлығы да бар, дүниесі де бар, отбасы керемет үйде тұрып жатыр, бірақ отбасыда зорлық-зомбылық болады. Көбінесе ер адамдарда мына кішкентай кезінде өгей әкеден, немесе өгей шешеден, немесе ағасынан бір зорлық-зомбылық көріп өседі. Жаңағындай сол сексуалдық жағынан да болуы мүмкін. Сол травма қалып қалады көп ер адамдарда. Көп кезде ол қандай, ол балада болсын, әйел адамда болсын, осы ондай жаңағы зорлықты біз айтуға ұялады ғой көбінесе. Иә, көбінесе ұялады. Қазіргі уақытта әйелдер осындай дағдарыс орталығы барын біледі. Жанұя орталығы әрине көп іс-шаралар өтіп жатыр. Өзімізде мектептерге, колледждарға барып жатырмыз. Көбінесе колледжда ертең некеге тұрып жатқан қыздарымыз көп. Олар сол жерде зорлық-зомбылық көріп жатады. Өйткені іс-шарадан кейін келіп гинеколог дәрігері бар біздің мысалы орталықта, жаңағы психолог менен сұхбат алып жатады. Өйткені барлығы әрине бірыңғай больницаға, біздің ауруханаға келе алмайды.
себептер өте көп әрине. Енді күйеуі жібермей жатады, ал сол жерде сөйлесуге мүмкіндік бар, бізде кабинет береді, бізге сол жерде көбінесе айтатыны жағдай барлығы жақсы, бірақ жаңағы ұрып соққан кезде, мазақ еткен кезде ер адам сол өзі бір рахаттанғандай болады дейді да, ол әрине осы травма бар. Ол өгей мамасында тәрбиеленді деп айтып жатады қыз бала, мен ол отбасының ондай екенін білмедім дейді. Әрине біз жұмыс жасай келе енді қыз бала онымен ары қарай отбасы құра алмайтынын түсінді өзі де, кеңес бердік, жігітпен де сөйлестік. Әрине көбінесе ер адамдар психологқа келе бермейді. Өйткені олар ойлайды, мен ер адаммын, менің айтқаным дұрыс, солай болу керек деп. Сондықтан жаңа айтып жатыр ғой, заңды некеде болған дұрыс. Көбінесе бұл оқиға жаңағы азаматтық некеде немесе жай ғана бірге тұрып көрейік деген кезде болып жатады. Ал егер де ол заңды неке болса, ер адамда жауапкершілік көп болады. Баласына деген, дұрыс айтасыз, әйеліне деген жауапкершілік болады. Ортада да жаңағы жаман ойлар болмайды да, әйеліне сенетін болады. Көбіне осы келетін бізге әйел адамдар сұрай келе, екінші некесі болып жатады, үшіншісі болып жатады, бетіме басады деп те айтып жатады ер адам. Солай әйел адамның жаңағы намысына тиюі мүмкін. Сосын көбінесе сол азаматтық неке, көбінесе сол жағдай. Одан кетіп басқа елге барады, немесе қызғаныш пайда болады. Азаматтық неке болғаннан кейін, ол заңмен жәнегі байланыспағаннан кейін жауапкершілік мүлдем болмайды, еркін. Ол отбасы болып саналмайды. Бір ай семен тұрып, ертең бір ай басқа біреумен тұрып, бұрында да бұрынғы кезде де солай болған. Азаматтық неке ешқандай жауапкершілікке әкеліп тіремейді. Мысалы, бала шағалы болған кезде де жауапкершілікті ер адам сезінбейді, егер де ол заңды болмаса. Содан кейін әрине енді көп факторлар бар. Көбінесе сол айтқандай қазірден бастап, егер болашағымыз дұрыс болса десек, мына жастарымызды, бала шағаларымызды дұрыс тәрбиелеу керек. Зорлық, зомбылық көрсетпей өсіру керек. Өйткені отбасында көрген зорлық, зомбылықты ол қайталауы мүмкін. Ол бай отбасы болсын, кедей отбасы болсын, зорлық, зомбылық болып жатыр мысалда. Ал соны көрген бала, ер бала болсын, қыз бала болсын, ертең отбасыда, өзінің отбасында да соған душар болуы мүмкін. Қыз балада мысалы мықты, жақсы отбасыда өскенмен, ол жерде зорлық, зомбылық мектептен көруі мүмкін. Бұрын жас кезінде жігіттің арасында болуы мүмкін, жігітпен қыз болып жүрген кезде. Соның салдарынан ол мына отбасын құрған кезде ойлайды, осы дұрыс, мен ұрып соққаны дұрыс. Яғни мен кінәлімін. Уже қыз баланың өзін-өзі бағалауы төмендеп кетті, самооценка дейді ғой. Жалпы негізі тұрмыста зорлық, зомбылық құрбандары тек қана біздің қыз-келіншектер емес, олардың ер азаматтары да кейде қыз-келіншектерден зорлық, зомбылық көреді. Оны біз орталыққа әлеуметтік көмек алатын отбасы келіп, біз оларды қадағалаған кезде көрінетін жағдайлар туады. Неге десеңіз, біз оны бір бөлмеге тұрғызамыз. Ол жерге, ол бөлмеге, мысалы, бір отбасына біз медбике бекітеміз, әлеуметтік қызметкер бекітеміз, содан кейін психолог, неге дейін әлеуметтік көмек алушыға дейін көмек көрсетеді. Таңертең таңғы сағат 8-ден біз сол бөлмеден бастаймыз. Сол бөлмеге кірген кезде қыз-келіншектеріміздің үйде қалай өзін ұстайтындығын көре аламыз. Киім жиналмайды, бала таңғы асқа тұрғызылмайды. Біздің өзіміздің ішкі тәртібіміз де бар ғой. Сол ішкі тәртіпке бағыну үшін оларды біз келген күнде қолын қойдыртып аламыз, соған бағыну керек олар. Әйтпесе ол әрқайсысы неге тартып кетеді ғой. Сондықтан сол кезде біз медбикелерді тазалық. Біздерде оның ішінде әжетхана да бар, жуынатын жер де бар, қол жуатын жер де бар. Ол бір отбасы, өзінің ғана балалары, өзі жаңағы әйел. Бір бөлмеде, мысалы, оның шаршы метрі де бәрі сәйкес келеді. Сол жерден ақ көруге болады. Мына дау жанжалдың неден шыққанын кейде қыз-келіншектерден де көре аламыз. Әйелдің өзі манипулятор дейсіз? Әйелдің өзі манипулятор болады. Ер азамат негізі шыдамды келеді деп айтамыз ғой біз. Ер азамат қандай жағдайда ол неден шығады? Ашуланады. Егер балалары дұрыс қаралмаса, үйде тамақ жасалмаса, не болмаса, үйдің іші жиналмаса, кір кезінде жуылмаса, сондай кезде ғана ол көтерілуі мүмкін.
соны біз элементарный нәрсе. элементарный нәрсе, ол бәрімізде мысалы отбасымыз бар, бәрімізде тұрдық. Ол ер азаматқа тән Соны жасай алмайтын. жасай алмайтын келіншек. Сонда біз жаңағы келіншекке айтамыз ғой, тикток баяғы. Телефон. Одан да сен сол тиктоктан өзіңнің құқығын Өзіңе керек нәрсені ал деп, біз сол жағаға аламыз да, сол тиктоктан сен өзіңе керек, мына отбасыңды қалай сақтау, қалау керек екендігін қарамайсың ба деп, біз сол бағытқа жұмыс істейміз. Иә, бізде кейбір қыз келіншектеріміз бар, кәдімгі балаларды таңертең біз сабаққа 8-ге жеткізу үшін 7:35-те бізде көлігіміз бар, келіп тұрады. Сол көлікке уақытында шығармайтын қыз келіншектеріміз бар ғой. Киіндіріп, үйінде не істемейді? Үйінде сонда не істейді? Сондықтан біз айтамыз, айналайын, Сенікі дұрыс емес. Сенікі дұрыс емес. Мына жерде онда ер азаматтікі дұрыс болып тұр. Мына бала қайда? Мына бала жалаңаш жүр ма, ол не ма қарамайды, бірақ өз телефон қарап жатады. Кейбір кезде сондай жағдайларда өкінішке орай болып тұрады. Енді иә, бұл жерде жаңа басында айтып кеттім ғой, сөздің басында. Отбасылық құндылықтар, өмір салты, осы дүние өте маңызды. Ең қарапайым Бауыржан Момышұлының сөзі бар ғой, тәртіпке бағынған құл болмас. Осы тәртіпке бағынбай өскенде өмірде, үлкен өмірде қиыншылықтарға душар болып жатуы мүмкін. Сондықтан біздің аналарымыз бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербететін, ең әуелі өздерінің рухани жан дүниесін байытса, білім алса, бір кәсіпті үйренсе, тазалық, тәртіп ең қарапайым адамға керек, денсаулық. Осы ең қарапайым дағдыларды ұғынып алып, содан кейін барып тұрмыс құрып, баланы дүниеге әкеліп, әрбір сәбиді жоспарлап, ең қарапайым мына күнделікті үйде жасалатын жұмыстарды, жаңағы үй тәртібін, таңертеңгі үйдің режиміне соны жасап алып, сол тәртіппен жүруді үйретсе, өзінің балаларына өзі тәртіппен жүрсе, көп отбасылар дұрыс болар еді деп ойлаймын. Бұл енді жаңағы Енді бір минут осы кісінің сөзін аяқтатып берейін. Біздің орталыққа келген кезде сол 5 айға дейін кейбір келіншектерімізді тамақ істету, бізде жаңағы еңбек терапиясы деген біздің маманымыз бар. Сонымен бірге біз оны асханаға қоямыз. Бірінші тамақ істетуден бастатамыз. Тамақты да пісіре алмайды ғой. Тамақ пісіртеміз. Содан кейін 5 айдан кейін өзінің отбасына қосылып, қазір бүгінгі күнде біздің орталыққа енді обратный связь дейді ғой, жолдасының бізге алғысын айтып, бізге келіп кәдімгідей біздің мамандарымызды рахметін айтып кетіп жатқан бізде көптеген отбасылар бар. Енді біз бұл жерде біздің подкастымыз демократиялық тұрғыда жүріп жатыр деп айтсақ болады. Өйткені біз жаңағы мына жерде 6 әйел бірігіп алып бүкіл еркектерді жамандап отырған жоқпыз. Біз бұл жерде, яғни әйелдердің де өзінің жіберетін кейбір қателіктері бар. Ол сол қателіктер кейде тұрмыстық зорлық зомбылықтың себебі болып келуі мүмкін. Болады. Сондықтан осы нәрсені ескеріңіздер. Мүмкін ол әр адамға өзіне білінбеуі мүмкін, мүмкін осы подкаст көргеннен кейін бір әйел жан-жағына қараса, шашылып жатыр екен, тамағы дайын болмапты, жүгіріп барып сол нәрсені істеп кірісіп кетсе, біз мүмкін осы подкаст арқылы бір семьяны сақтап қалуға көмектесіп отырмыз деген сөз. Әрине. Үміттенсек болады. Енді осы жерде бізде осы тұрмыстық зорлық зомбылыққа өзінің осы тұрмыстық зорлық зомбылықты алдын алу бойынша көп жұмыстар атқарып жүрген біздің арнайы полиция мамандарының жұмысына тоқталуымыз керек. Жалпы айтыңызшы, мысалы бір әйелді, жаңағы тұрмыстық, енді себебі жарайды, әркімнің әртүрлі себептері болады. Әйтеуір бір себеппен тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшырады. Енді ол ең алдымен не істеу керек, ол әйелдің әрекеті қандай болу керек. Мысалы, просто мысал келтірейік, енді күйеуі абьюзердей келіп, қол көтеріп, қысым көрсетіп жатыр. Енді бұл жерде әйел не істеу керек? 102-ге звондай ма? Жоқ, жаңағы өзінің участковыйның номерін жазып алып, соған звондау керек пе? Қалай өзін қорғау керек жалпы? Сол туралы айтып өтсеңіз. Технологиялық қалыптасқан заман ғой енді қазіргі уақытта. Сондықтан бұл кез келген өзінің жаңағы сондай проблемасы болған кезде жан айқайын үйінде отырып ақ айтатын тетіктер көп бізде. Ол менің
каждый жаңағы әр ауылдардың мысалы учаскелік полиция инспекторлары отыратын біздерде чаттар бар WhatsApp-тағы. Сол жерде менің телефондарым бәрі ендірілген. Одан кейін бізде 111, 150 деген республикалық 111 Аманат партиясынан 150 жаңағы біздің республикалық балалар мен әйелдерді қорғаудың арнасы бар, тікелей горячая линия. Телефонда тұр, телефонда тұр. Баста болды, олар сообщениені қабылдайды. Осыны білмейтіндер де бар ғой. Сол 111 мен 150-де менің телефоным тікелей тұр, байланысқан берім. Соған шығады. Сіздің ауданыңызда осындай келіншек, осындай көмекке мұқтаж болып жатыр. Содан кейін мен аламын да, ол одан ешқандай шақыртудың, болмаса басқа ненің қажет жоқ. Мен өзім ақ тіркеп, мен өзім шығып, ары қарай соны жұмыс істейін дейсіз ғой, сол әйелмен. Шара қабылданғанша мен сол әйелмен жұмыс жасаймын. Жалпы жұмыс жасаймын деп айтып отырсыз. Сіздердікі бұрын кішкентай бөлім болды, бір мына аудандық полиция топ болады. Топ болды. Топ болады. Ол әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау тобы деп аталған. Ол 99 жылғы бүкіл республикамызда 99-дан бері жұмыс жасап келатқан. Енді осы топтың базасында биылғы бұл мәселе бүкіл еліміз бойынша өте өзекті, баса ауыртатын мәселе болды. Сондықтан мемлекеттің тікелей қадағалауындағы тұрған мәселе болғаннан кейін мемлекет басшысы, өздеріңіз білесіздер, халыққа жолдауында арнайы тапсырма берді балалар мен әйелдерді және отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылықты болдырмаудың, оның жолын қиюдың соған арнайы тікелей тапсырма берілген. Сол тапсырманың негізінде соны орындауда биыл қаңтардың басынан бастап ішкі істер министрлігінің қол қоюыменен, солардың жарлығыменен бүкіл елімізде әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау тобының базасында отбасылық зорлық зомбылыққа қарсы күрес деген мамандандырылған арнайы бөлімшелер ашылды. Бұл барлық ауданда, барлық қалада, барлық елді мекендерде осы қарастырылады, тұрғындардың ісін айналысады. Біздің ауданда ашылды, ауданда ашылған бөлімшенің басшысы қазір өзіңіз? Бөлімше болып ашылды. Енді ақырындап жинақталып жатыр. Қарамағымызда 5 маман болады, инспекторлар дейміз. Солар жан-жақты жұмыс жасайды. Оның енді бір ерекшелігі бар. Бұл жерге әйел адамдар көптеп тартылып жатыр қызметке. Жұмыс істеуге. Өйткені жаңағы сіздер мен біздер сияқты келген әйелге деген әйелдің сенімінен шықпау деген. Әйел адамға әйел адам өзінің ішіндегі барын айтып жасырмайды. Ашық айтуға, болған мәселенің мән-жайын дұрыс түсіндіріп беруге сондай мүмкіндік бар да. Соны да үкімет қарастырып, назарға алып отыр. Енді оны тағы да бір айту керек, бұндай бөлімше бірден ашылған жоқ, оны жобаланды алдыменен, оны дәлелдеді керектігін, қажеттігін, сосын оған көптеген жаңалықтар енгізілді. Нақты қадамдар алға қойып, жоспарланып, сол жоспар негізінде ашылды. Енді болашақта бұл цифрландырылатын болды. Өйткені агрессорлар дейміз ғой, жәбірленуші мен жәбірлеуші бар. Енді жәбірлеушіні біз агрессор деп алатын болсақ, бұл жерде тек қана жәбірленушімен ғана жұмыс жасалмайды. Бұл жерде агрессормен де тікелей жұмыс жасалады. Агрессорлармен көбіне міне осы кісілер жұмыс жасайды. Бірге байланыс жасап жұмыс жасайды. Бұл кісілердің жұмысын азаматтық қоғамдық белсенділер дейміз, жаңағы әлеуметтік занятость, әлеуметтік жұмыспен қамту. Жұмыспен қамту өкілдері мына кісілердің барлығы. Осы кісілерге міндетті түрде осы ішкі істер министрлігінің бізбенен тікелей байланыс жасайтын заңнамалық күшіне енгізілген. Бұл жерде енді көнетін де агрессор бар, көнбейтін де агрессор бар шығар, көп жағдайда еркектердің барлығы кел сенімен жұмыс жасаймыз десе барып отыра қалмайды ғой. Сонда қараңыз, бұрын біз әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау тобы дегенде жұмыс жасағанда, енді қазір агрессорларды да алып, сонда бүкіл отбасын нығайту, отбасын сақтап қалу, мейлінше сақтап қалу. Енді құрылды ғой, отбасы бар нәрсені жоқ қылмаудың әрекеті жобаға келсе. Егерде шындығында да олар ары қарай бір-бірінің өмірін бір-бірімен көрмейтін болса, онда заңдық негізде біз жаңағы сүйемелдейміз. Заңдық негізде анау әйелдің өзінің құқығының негізінде алуын сүйемелдейміз. Енді міне айтып отырмыз ғой, бағанадан бері бір сағаттай астам 2 сағаттай болды біздің әңгімелесіп отырғанымызға.
әр қайсыңыздың осы бағытта өз рөлдеріңіз бар, барлығыңыз жұмысты атқарып жатырсыздар. Мен көріп тұрмын да, көздеріңізден көріп тұрмын, что жандарыңызды салып істеп жатырсыздар да, өйткені бәріміз әйеліміз. Енді әйелді қорғағымыз келеді. Дұрыс, халық біліп кететін бір жағдай. ТМД елдерінде біздің ғана ішкі істер министрлігімен осындай нық қадам жасалып тұр да. Соны білуіміз керек. Сондықтан біздің әйелдер білу керек. Олардың құқығы қоғамменен, үкімет басшысыменен, ішкі істер органдарының басшылығыменен қорғалып жатырғаны. Соған жақсы талаптар, талпыныстар жасалып жатқанын білсе деймін. Жоқ, енді міне жұмыстар жасалып жатыр ғой, бірақ әлі де біз түбегейлі енді жоя алмаймыз да, бірақ қалай статистика бойынша азайып жатыр ма негізі? Қазір айта аламыз ба бізде? Салыстырмалы түрде. Айта аламыз ба бізде қазір қоғамда тұрмыстық зорлық зомбылық азайды деп біз айта аламыз ба? Сіздер қалай ойлайсыздар? Жоқ. Қазір демократияға сенеміз, ақпараттық сауаттылық, мына әлеуметтік желі, мобильдік қосымшалардың кеңінен таралуына байланысты біздің әйелдеріміз өз құқықтарын, әйелдер түгіл қазір кәмелетке толмаған балалардың өз құқықтарын біледі. Ол санитарлық ағарту жұмысының да нәтижесі шығар, белсенді түрде анықталып жатыр. Көбейіп жатыр ма? Көбейіп жатыр, өйткені айтады, жасырмайды, айтады. Біз доступны, біз қолжетімді болдық, Біз қолжетімді жерде тұрмыз, өйткені біз халықтың арасында жүрміз, осы кісілермен бірге. Осыған дейін акциялар өтеді, осыған дейін де бар. Жоқ, осыған дейін аз болғаны кейбіреулер айтуға ұялды, қорқты, білмеді, енді қазір нәтижесін көрді, адамдар нәтижесін көріп жатыр, қыз-келіншектер. Мысалы біздің орталыққа, мына отбасын қолдау орталықтарына барғаннан кейін қазір сенім пайда болады. Ол жақсы ма, яғни? Әрине, біз орталықтан шығып кеткеннен кейін ол яғни көршісіне айтады, танысына айтады, міне мынандай жерде орталық бар, шынымен көмектеседі екен деген. Яғни мүмкін біз қазір бұл кейбір аурулар болады, асқынып барып, содан кейін ол жазылады. Біз қазір осы этапта біз қазір тұрмыз деген сөз. Сол бағытта жүрміз. Өзіміздің жеке, мысалы мен өзім жеке статустарыма, мен өзім семьям жағдайым, жұмыс жағдайымдағы, өзім көңіл күйімдегі нәрселерді салмаймын. Мен бір кішкене тәрбиелік, мен өйткенде мен байқадым сіздің статусыңыздан. Обращаться ететін маған әйелдер көп тікелей маған кеңес сұрайтын әйелдерім бар да мен. Олар менің WhatsApp-тағы статусымды қарайды. Сонда ана жерден бір тәрбиелік әзілмен беремін, бірақ соны бірдеңесін алып қалса екен, сосын олар маған жазып жатады кері байланыспен. Тәте, маған видеоңызды жіберіңізші. Біреулер лайк қойып отырады. Мына жақта әріптестер барлықтарды біледі, мен Жауғашты колониясында жұмыс істеп жатырмын ғой. Сонда айтайын дегенім, егер біз қазір тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу жолында профилактикалық жұмысты белсенді түрде жүргізбесек, Жауғашты колониясында 620 әйелдің 210-ы статистика бойынша өзінің күйеулерін өлтірген. Көрдіңіздер ме? Сонда күйеуі қайтыс болды, өлтірді, өзі түрмеге 10-12 жылға барып сотталды. Оның баласы емес, балалары. Мен қанша уақытта жұмыс істеп жатырмын, 3 баладан 5-6 балаға дейін олар балалар үйіне кетті. Көрдіңіз бе? Сондықтан профилактикалық жұмысты біз не үшін осындай активно, мен ойлаймын, біздің ауданның косягы, облыстан келіп жатыр, біз активно жұмыс істеп жатырмыз. Соның қысқартып, сол конечный точка, ол анамыз түрмеге қамалмау керек. Ол оны психологтар жақсы біледі, состояние аффектімен барады ғой Қырыққа тірелген кезде өзін қорғау мақсатында байқаусызда да болып жатады. Және ер адамдарда да солай ғой. Ол яғни сол өз уақыт дер кезінде психологқа айтпады, жаңағына полицияға айтпады, ішіне жинай берді. Көмек сұрамады дер кезінде. Бір күні ол жарылады, жарылған кезде осындай қайғылы жағдайға да барып жатады. Яғни осындай исход та болуы мүмкін. Енді бір ерекшелігін тағы да айтайын, кейінгі заңнамалық өзгерістерге байланысты соттар мысалы шешім шығарады ғой. Шешім шығарған кезде соның ішінде мынандай тармақшалар көзделді қазір. Үйден, егер ол ер адамның, агрессордың үйі болмаса да, үйден шығару мәжбүрлеп. Уақытша. Ол жақсы. Одан кейін жаңағы маскүнемдікті, ішімдік ішуге тыйым салу, сосын психологиялық кеңеске жүгінуге
мәжбүрлемесе болмайды ғой сол. мәжбүрлі Сол түрде мен сұрап жатқан көнетін агрессор да бар, жарайды деп бара салатын. Ой, дейтін соттардың тарапынан түрі бар ғой, жаңағы алкогольдік ішімдікке ішіп бару мүмкін, психотропты заттар немесе наркотикалық заттар. Ал басқа жағдайлардың басым көпшілігінде адамның жаңа мінез ерекшелігі, тұлға аралық қарым-қатынас, тұлға ішілік өзін өзі түсінбеу салдарынан бүкіл әлем жаман болып көрінуі мүмкін. Осының барлығын агрессормен жұмыс жасау өте маңызды. Былтырғы жылы біз 2 психологымызды республикалық психологиялық қолдау орталығына жіберіп, агрессормен жұмыс жасау бағытында оқыттық. Ондағы мақсатымыз тек қана жаңағы әйелмен ғана емес, ол агрессор болса да ол қоғамның мүшесі, ол балалардың әкесі, ол бір қызметкер болуы мүмкін, сол адамды өмірлік құндылықтарын өзгертуге көмек берсек дейміз. Ойландыратын бір ой салсақ дейміз. Тек адамды 100% өзгертіп қоюға болмайды. Киімін өзгертуіміз мүмкін, оның көлігін, немесе үй жағдайын өзгертуіміз мүмкін, бірақ жан дүниесін өзгерту үшін мына психологтардың көмегі аса маңызды. Әр адам өзінің өмірінің қожайыны ғой, негізі өзі таңдайды. Енді осы жерде енді біз осы 2 сағатта міне әңгімелесіп отырмыз. Айта берсе өте көп, проблема бірінен бірі туындай береді. Енді бір ауыз сөзбен қорытындылап айтып өтсек, біз қазір енді осы подкастты көрген қыз-келіншектерге бір ауыз кеңесімізді беріп өтсек. Енді ең бастысы әйел адамдарға дұрыс таңдау жасау, отбасы құратын алдында әрине отбасы болуды жоспарлау, дұрыс таңдау жасау, өзін-өзін қорғай білу. Ең бастысы сол, өзін-өзі бағалау, қорғай білу. Осыны айтар едім. Егер шаңырағымыз берік, түтініміз түзу, балаларымыздың жүзі жарқын, жоғары болсын десе, әйелдер өзінің ішіндегісін айтуға қорықпау керек. Жасырмау керек. Ауруын, құқығын білу керек. Сондықтан біз бармыз. Сіздер үшін қызмет етеміз. Сіздердің құқықтарыңызды қорғаймыз. Біз қолжетімді жердеміз. Біз сіздермен біргеміз деп айтар едім. Мен енді айтар едім біздің қыз-келіншектерге отбасын құратын кезде оны жақсылап ойланып, жан-жақты қарастырып, асықпай отбасын құрса екен деймін. Біз енді практикпіз, көп жағдайда жастай тұрмыс құрып, балалар дүние келгеннен кейін білімсіз де қалып жатыр, сондықтан да өзінің құқығын өздері қорғай алмайды. Ол құқықты қорғау үшін білім керек. Мен білімді болса екен деймін, біздің қыз-келіншектеріміз. Білімді болса, ол өзінің құқығын да қорғай алады, отбасын да ұстай алады, жауапкершілікті де мойнына ала алады деп ойлаймын. Әйелдің табиғаты сұлулықпен, мейіріммен, махаббаттан жаратылған. Сондықтан әйел адам сұлу болу үшін, мейірімді болу үшін, оның жүрегінде махаббат болсын. Ал махаббат әуелі өзіне деген махаббаттан басталу керек. Өздеріңізді жақсы көріңіздер, білімдеріңізді арттырыңыздар, өмірді сүйіңіздер, отбасында бақытты болыңыздар. Енді менің тілейтінім әр әйел кісіге, мен өзімде өмірде көп қиыншылықтарды көрген келіншекпін. Соны әдейі айтқым келіп тұр. Өзім 7 баланың анасымын. Соған қарамастан қандай қиыншылықтар болса да, соны жеңуге тырыстым. Оған маған көмектескен ол иман. Сондықтан да барлықтарыңызға тілейтінім бәрі бірінші иманнан басталады. Егер имандарыңыз мықты берік болса, оның үстіне бағанағы біздің сұлу ханымдарымыз айтып кетті, денсаулық болсын, білім болсын, жаңағы мейірімділік пен махаббат болсын, содан бәрі сіздерге жақсы болады. Сондықтан иманның шуағы жүрегіңізде кең төрде болсын. Енді маған бұл сұхбаттың соңында айтатын сөз қалмаған сияқты, біздің подкастқа қатысушылар әйел адамдарға деген үлкен мейірімен ізгі тілектерін, ақыл кеңестерін айтып жатыр. Менің айтпағым ең бастысы осы подкаст бір әйел болсын, 10 әйел болсын, пайдалы болса екен деп ойлаймын. Осы айтылған әңгімелерден өздеріңізге керектеріңізді алып, түсінбеген жерлеріңіз болса бізге жазып, кеңес сұрасаңыздар, біз осы келіп отырған мамандардың да телефондарын сіздерге ұсынып, көмек қолын созуға әрдайым дайынбыз. Әйел адам әрқашан сүйікті болу керек. Әйел адам бақытты болса,
айнала бақытты болады, балалар бақытты болады. Сол кезде біздің қоғамда бақытты болады. Ал бақытты болу біздің өз қолымызда. Яғни біз өзімізді жақсы көріп, өзімізге сүйіспеншілікпен қарап, көмек қолын созудан қашпауымыз керек. Бақытты, бай, қуатты болыңыздар. Ой, молодцы, менің жігіттерім қандай. Ой, рахмет. Ой, рахмет. Рахмет. Қандай керемет. Міне біздің полиция басқармасы осындай тосынсый жасады. Біздің сұхбатымыздың соңында осып бізге гүл сыйлап қуанып қалды. Әйел деген осындай азын аулақ нәрсеге де бақытты болып кетеміз, шыны керек. Сондықтан көп рахмет, өте алғысымыз шексіз. Бүгін сұхбаттан ерекше көңіл күймен қайтатын болдық. Келе жатқан 8-ші наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір шаңырақта шаттық, береке, бірлік болсын. Бақытты болыңыздар.